Сәлеметсіздер ме? Сіздермен бірге қызық екен арнасы. Бүгінгі тақырып қасқырлар туралы 15 дерек. Арнаға тіркеліп, комментарий жазып қолдап отырыңыз. Қазақ халқы ежелден-ақ қасқыр аңын қасиетті аңға балаған. Ең бірінші дерек. Қазақ қасқырдың атын атамаған, құтырып кетеді деп ойлап ит-құс деп атаған. Екінші дерек. Қасқырдың ішігін жамылған адамды боран болсын, ызғар болсын ала алмайды. Үшінші дерек. Терісін аяқ киімге ұлтарақ қылып салсаңыз, табаныңыздан ешқашан суық өтпейді. Төртінші дерек. Қасқырдың асығы мен иттің асығы бір-біріне ұқсамайды. Бесінші дерек. Өмірде қасқырдай айлакер, ұйымшыр, ақылды жыртқыш жоқ. Алтыншы дерек. Бөлтірігіне тамағын ол құсып береді. Жетінші дерек. Қасқыр дыбысты 10 шақырымнан естиді. Сегізінші дерек. Қасқыр ешқашан өліксе жемейді, әрқашан балғын жас етті жеген. Тоғызыншы дерек. Қасқырлардың күшіктері әрқашан көк көздерімен туылады. Қасқыр баласын 65 күн құрсағында көтереді. Күшіктері саңырау, көздері көрмейтін болып туылады. 10-шы дерек. Қасқырлар 20 000 километр тоқтамай жол жүре алады. 11-ші дерек. Қасқырлар иттерге қарағанда әлдеқайда ақылды болады, өйткені олардың миы үлкендеу. 12-ші дерек. Қасқырлар ешқашан 2 рет жұп болмайды. 13-ші дерек. Терісін тірідей сойып алсаң да қыңсылаған дыбыс шығармайды. 14-ші дерек. Жазда тауға, қыста жазыққа қарай ұмтылады. 15-ші дерек. Қасқырларды кейбір жерде бөрі дейді. Еркегін арлан немесе көкжал дейді. Ұрғашысы қаншық немесе құртқа дейді. Баласы бөлтірік деп аталады. Құрметті менің көрерменім, алып қосар дерегіңіз болса комментарийға жаза кетіңіз. Арнаға тіркеліп, комментарий жазуды ұмытпаңыз. Назарыңызға рахмет. Келесі қандай тақырып қозғалатынын төменге жазып кетсеңіз болады. Арнаға тіркелуді ұмытпаңыз.